Өте көп. Енді мен қазір сұрақтардың барлығын қойып шықсам, иә. Айнұр сұрап отыр. Жанұяда әйелі өзінің табысын күйеуіне айтпай бауырына беру дұрыс па, ұстаз дейді. Әйел өзі шешеді. Әйелдің өзі табысы болса, күйеуіне айта ма, айтпай ма өзі шешеді. Мен бір айтып жүрген сөзім бар. Әйелдің табысы қалтада, күйеудікі ортада. Ұнаса да, еркектерге ұнамаса да солай. Бірақ әйел адам күйеуін құрметтеп айтса, мен тапқаным бар еді, осыны ағама, бауырыма берсем десе, болады. Бұл құрмет артырады. Бірақ айтпайды әйел өз табысын беруіне болады. Тек қана күйеудің берген табысын шетінен сындырып жинап, бұлай беріп жүрсе күнәлі болады. Олай істемеу керек, айтып беру керек. Келесі сұрақ. Қыз баланың ұзаққа дейін тұрмыс құрмай, жалғыз жүрсе, қасында қызғанатын ер періште жүретіні рас па? Соның кесірінен жігітпен таныса алмайды деп те естіп едім. Яғни сондай аңыз әңгіме де бар дейді. Енді өз жауабын өзі беріп тұр, қарындасым. Аңыз ғой, анекдот. Яғни ондай емес, е? Шығу керек. Құдайдан бақытын. Иә, самооценка көтеру тәкаппарлыққа жатпай ма дейді, Нұрсұлу сұрап отыр. Жоқ, жатпайды. Егер біреуді төмен түсірмесе. Самооценканың деңгейінде біреуді төмен түсірмей, өзіңізді көтерсеңіз, ода тұрған ештеңе жоқ. Адам көтерілу керек. Енесі аяғы ауыр келінін қарғап сілесе дейді, Оразкүл. Ойбай Алла. Келеді. Ау? Ол енесінің алдына келеді, енесінің баласына келеді, немересіне келеді, өзіне айналып келеді. Қарғыстың екі ұшы болады. Мынау айтылған адамнан шықса, қайтып өзіне айналып келеді. Мынаған барады, сіз оған лайықты болмасаңыз, қайтып өзіне барады. Оның ененің шекесі шылқымайды. Сен жаман болғаннан қарғағаны, даже сіздің басыңызға келсе де, ол өзінің басын қарғап отырғанын біліп алсын әрбір ата-ана. Ауыр болмаса да. Мына сұрақты кішкене түсінбедім. Мотивация қалай бере күйеуіме екен ғой. Кешірім сұрайын. Күйеуіме мотивация қалай бере аламын? Дым настроениесі жоқ жұмыс жасауға дейді. Осы бір өте өзекті сұрақ, қыздарда мен көп байқаймын. Жалпы әйелдің күйеуге мотивация беруі, яғни мүмкін ол күйеу жалқау шығар. Мүмкін ол жұмыс істегісі келмейтін шығар. Егер ол сондай жалқау болса, әйел өмір бақи мотивация беріп өту керек па? Мотивациясы жұмыс жасай ма, сонда еркек? Біз мотивациясы жүрмей қалдық қой бәрі. Жоқ, рақой, маған түсіндіріңізші. Мен қазір тағы да көпке топырақ шашқым келмейді. Бірақ жалқау жігіттерді мен де көрем. Еріншек жігіттерді көрем. Қыздар олардың фонында пысықтау келеді кейде. 3-4 фрилансер болып, 3-4 жерде жұмыс жасап жүрген қыздарды көп кездестіремін. Тағы да айтамын, жігіттердің барлығы емес, бірақ бар. Қыздардың өзі кінәлі шығар, мүмкін тым пысық болып кеткен. Жоқ. Мұхаммед пайғамбар бірінші рет пайғамбар болған кезінде, Алладан хабар алып үйіне келген кезде, мотивацияны сол кезде ең бірінші Хадиша анамыз берген. Заммилуни деп келеді. Мен тоңдым, үстімді жапшы дегенде, осындай көрдім, маған қорқынышты бір нәрсе келді деп айтқан кезде, оқы деп айтты деген кезде, сіз жамандық жасамайсыз. Сіз елдің аманатшысыз. Сіз өте керемет адамсыз. Біреудің қиянат баспайсыз. Сондықтан бұл айтқан кезде әйелін тыңдап тұрып өзін успокоить етеді. Бұл мотивация сол жерден керек десе, ол кезде. Әйелге мотивация беру керек. Еркек мотивацияға мұқтаж. Өйткені неге қазір керек? Еркек, бағана мен сөздің басында айттым, көп еркектер, барлығы десем қазір тағы ашуланып қалар, көп еркектер өзінің орнын жоғалтып алған. Содан кейін бұл әйелдік деңгейге түседі. Әйелдің ар жақ бер жағында. Оған әрдайым тұр, жата берме, бар деп әбден айта беру керек, мотивация бере беру керек, шұқи беру керек. Үйде жатқан ақылдыдан көшеде жүрген ақымақ артық дейді қазақта. Көрдіңіз бе? Мотивация қандай? Үйде жатқызба деген. Атамыз қазақ ескі сөзі бұл. Үйде жатқан ақылдыдан көшеде жүрген ақымақ артық. Ол кезде интернет жоқ. Неге? Өйткені көшеге шығады екен де бәрін көреді екен. Тәлім алады, тәрбие алады. Мынау отын түсіріпті, мынау варата қойыпты деп елді көріп, сөйтіп талпыныс бір болу керек. Еркекке де қазіргі заман, әйелдерде білмеймін, мотивациясы өмір сүрмей қалдық біз. Бірақ еркекке керек қазіргі заманда. 100% керек. Ажырасуға еркек пен әйел келеді. Еркек бірінші әйел тыңдалады шариғат бойынша. Не үшін, не себеппен ажырасып жатсың дейді. Сонда әйел айта бастаса, күйеуім жата береді, жұмыс істемейді десе, мына еркек баж жетіп әйелмен жағаласады. Бәйтім, сіз тоқтаңыз, бірінші әйел тыңдаймын, содан кейін сіз тыңдаймын. Сізге де жарты сағат уақытым бар. Жоқ, мынау сөйлеген сайын аузын жабады. Сосын әйелге айттым, сен өзі ажырасқан дұрыс болыпты, бұдан құтылып бәледен. Неге дейді?
Ал еркек әйелмен тұрғысы келеді, еркекпен тұрғысы келеді. Сен әйел сияқты шап екеуің талас. Бұл еркек көрмейді. Үйге келеді, еркек көрмейді. Сен десе мә десе сағаласып, қазан ошаққа кухняға барып, артынан барып, сообщение жазған еркектер бар әйелдеріне. Сондайды көрген адам қандай әйел, қандай еркек алғысы келеді? Кезінде Омардың алдына бір әйел келіп, күйеуімен ажырасам дегенде, маған қарамайды деп айтқан екен. Көңіл бөлмейді дегенде, Омар еркегін шақырса, ертеден кешке дейін сақалын өсіріп, мешіттен шықпаған біреу екен. Соны айтты, мынаны салонға апарып, кішкене сақалын алып, дұрыстап адам кейіпке келтіріңдер депті. Патша содан кейін барып келтіргеннен кейін әйел өтіп, мынау сенің күйеуің болса, әйелдің өзі таңқалып қалған ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан осындаймен енді ажырасасың ба? Жоқ, ажыраспаймын деген екен. Біздің еркектерді мен айтуым ол төмен түсіруім емес. Уалақад каррамна бани адам. Алла адам баласын көтерген. Егер еркек өзін төмен ұратын болса, әйелменен салғыласатын болса, әйелменен есептейтін болса, бір еркек айтыпты, әйел деген аяқ киім сияқты ауыстыра берем. Қазақтың бір бұрыннан келе жатқан бір қате сөзі бар. Қатын жолда, бала белде деген. Бұл нағыз қате сөздің біреуі. Ол біреуін тастады, біреуін кете бер, біреуін алда тесте бер, балам белде деп. Бүкіл Қазақстан бәрін балағын қылмақ пен сонда сен 120 әйел алып. Бұл не деген масқара сөз? Бұл дұрыс сөз емес. Бұл қанша жерден ата-ананың үкімін, туған туысын жоғары қойса да, бұл сөзді қаруға ұстауға болмайды. Бізде айтып отырмын ба, бір жағына ғана жығыламыз да, бүйтіп мына салыстырып, қаз дауысты Қазбек би атам айтпақшы, салыстырып көру жоқ бізде, салып көру. Бізде тек қана кесу, шабу, сындыру, құрту болады. Жоқ, ол дұрыс емес. Салып көру керек. Дұрыс па, дұрыс емес пе менікі? Қоғаммен келісу керек. Сол үшін еркек адам әйелменен қалай болғанда да ортаға келу керек. Сол бағана еркектер дұрыс болатын болса, онда әйелге, егер еркек көріп тұр, еркек тұрмайды, мотивацияның түрі сөзбен емес. Біздікілер әйелдер қарындастар ойлап қалмасын, тек қана ауызбен беру жоқ, салатпен де беруге болады. Үстіңізге жақсы әтір себумен де болады мотивация. Соның өзі еркекке мотивация. Мына әйелімнің түрі жақсы, осыған әдемі бет киінген, үстіне бір дұрыс осыған бір тамақ алып келейін, осының көңілін аударайын деген сияқты сөз керек. Одан кейін неге бізде анау не бар? Шекара бар. Тек қана біз графикпен айтамыз. Бүгін түскеннен айтамын, түстен ұрысуың керек деген сияқты. Жылы сөз, жақсы сөз тоқтамау керек. Бұл өмір бойына жалғасатын нәрсе. Мұхаммед пайғамбарымыз өліп баратқанда жерде мешітте өлген жоқ. Айша анамыздың омырауында жан берді. Бүйтіп омырауын басына қойды, осы көкірегіне басын қойды да, сол жерде жан берді. Бұл неден түсіндіреді? Сол сәтке дейін, ең соңғы сәтке дейін қасынан айырылмады, бір-біріне серік болды. Көңіл күйін көтерді, тапты. Ал бізде ше, бір рет айтады, екі рет айтады, соның жаңа мотивациясы өтпесе, ұрсуға өтеді. Ұрсуға өтеді. Кішкене шыдамдық, әр нәрседен бір кішкене тақаттылық керек болатын шығар. Сол кезде ғана мен өзім ойлаймын, еркекті түрту, әйелдің қолында бірақ көп нәрсе бар. Біздің қарындастарымыз өз деңгейін өз бағаламай жүр. Әйелдерді көп нәрсе бар әйелдердің қолында. Еркекті төрге де сүйрейтін әйел деп қазақ топшыл жинақтаған. Көрге де сүйрейтін сол бір әйел деген. Бір әйел. Ол көрге сүйрейтін әйел, төрге де сүйрейтін әйел. Сол үшін соның проблемаларын айтып. Осыны тарқатып айтыңызшы, көп адам біледі бұл мақалды, бәрі біледі. Көрге сүйреу мен төрге сүйреу. Сонда төрге сүйреу үшін әйел не істеу керек? Өте жақсы. Қазір тағы да жауапкершілікті біз қазір әйелге, егер күйеуінің шынында да бизнеске еш ықпалы үйренем дейтін, қаржылық сауаттылығын арттырғысы келетін, білгім келеді, оқығым келеді, танығым келеді деген өзінің ынта ниеті болмаса, соған қарамай әйел оны сүйреу керек төрге тағы да. Егер өзі оны қаламаса, ол әйел қашан оны сүйрейді? Бұл жерде сүйреу деген ол емес. Әр еркек, әр тұлға. Аллах Тағала инне са'йакум лашатта. Әрқайсының әртүрлі мінезі бар. Елдің бәрі, еркектің бәрі сүйреудің керегі жоқ. Мен бағана әтір туралы бекер айтқан жоқпын. Кейбір еркекке әшейін әтір деп жақсы киім шыққанның өзі жеткілікті болады. Салат істеп берудің өзі мотивация болып түрткі болуы мүмкін, көңілін табу үшін. Үстіңізге жақсы киініп жүру, балаларды жақсы тәлім тәрбиелеу, еркекке дұғашы болудың өзі жеткілікті. Есік алдынан шығарып салғанда қашан көріп едіңіз? Үйленбезде басында болатын шығар, әйелі күйеуін шығарып салу жұмысқа. Мен сөзімді бастаған кезде Наташаға бармасын деп айт деген сосы қалжың түбінде жан бар сол. Шығарып салып, жолың болсын жарым. Кезінде Юсуп пайғамбарды тамаққа жұмысқа шығарып салған Рахима анамыз босаған алдында тұрып күйеуіне дұға қылады екен. Жарым аман есен. Ол пайғамбарға дұға қылған екен әйелі. Аман есен келсін, мені бағам деп жүрді. Қай жерде көріп едіңіз?
Бізде келдің ба, кеттің ба, болды ғой бізде. Еркек сөйтіп суымай ма? Еркек содан кейін жұмыс істегісіме кімге көңілін табам дейді? Кімнің? Мынау ма? Әйелінің түрі мынау. Жаңағы өз-өзінің деңгейін, жаңағы самооценкасын әбден төмен ұрып қойған. Мен самооценка деген бұны менсінбей кету емес. Соның көңілін таба білуде әр адам тұлға. Біреуге жылы сөз керек, біреуге салаттап айтқан, біреуге жақсы сөз, біреуге ата-анасы, туғандарымен айналысу керек. Айналып келгенде әйел адамға кішкене бүгінде пысықтық керек деп ойлатар едім. Сәл пысық болса әйел адам таза, дастарханы таза, үсті таза. Мен мына өзіңіз көрдіңіз, кімменен Құралай Қалиева ханым психологпен сөйлескен кезде мен айттым, әйелді еркектің барлығы әдемі киінген, жақсы үстіне бренд киген, сөзді жақсы, әдеби сөйлейтін адамды бәрі жақсы көреді. Бәрі үйде қалайсың деп кім жақсы көреді оны? Айтыңызшы. Соны көргісі келмейді де еркек. Содан кейін істейтіні мынау ма, бір күні өтеді деп жата береді. Әйел еркекке үлкен нұр береді, қуат береді. Негізінде бұл терісінен болу керек еді. Әйел еркек беру керек, еркек алу керек еді бұл нәрсе. Бірақ өкінішке орай бұндай болмағаннан кейін әйел осыны қиналады. Жалпы бұл нәрсе әйелдердің емес, еркектің қателігі. Еркек өзіне жанұясында ең біріншісі ол рухы, ол жүрегі, ол оның жаны, ол оның пікірі, ол оның келешегі, ол оның уайымға түссе, уайымға шығару. Тіпті еркек жаңағы айтқан депрессияға түссе, сол депрессиядан алып шығатын еркек болады, әйелді. Бірақ бізде орындар ауысып кеткен деп айттым ғой. Орындар ауысып кеткен. Бізде жаңағы депрессияға әйел түспейді, бізде еркек түседі. Содан мен өзімен бірге бәрін бірақ алып кетеді. Бала шаға да кетеді, оның ішінде сосед, құда-құдағи бәрі кіріп кетеді. Жоқ, дұрыс емес. Еркек алып шығу керек семьядан. Уайым, әйелдің бетіне күлкі алып келген, басына тәж болған, ол еркек болу керек. Сол үшін еркектер соған лайықты ма деген сөз болады. Лайықты ма? Біздің ер азаматтар соған лайықты болсын. Жанұясындағы дәрежесі зор болса, Алланың алдында да дәрежесі зор болады.